Қазақстанда Қаражар деп аталатын бірнеше елді мекен бар. Солардың ішінде бұл ауылдың орны бөлек. Баян ауылдан 20 шақырымдық қашықтықта орналасқан Қаражардың тұрғындары тек қана туған жерінің сұлу табиғатымен мақтанбайды. Олардың басты байлығы мызғымас бірлігі. Бірлігі бекем жұрт бүгін алғаш рет ауыл күнін дүбірлетіп тойлауда. Баршаңызға Қаражардан сәлем. Ауылдық ағайын төл мерекелеріне тыңғылықты дайындықпен келген. Оны кіреберістегі мынау су жаңа стелладан байқауға болады. Көріңіздер, жергілікті жұртшылық қаржылай жиналып, бұл жазуларда өз күштеріне орнатқан, оған қарама-қарсы қағылған күн сәулесіне қуат алатын панельдер жазудың түнде де жарқырап тұруына мүмкіндік береді. Жүріңіздер, ауыл ортасына барып, ұлан-асыр тойға куә болып қайтайық. Сән салтанаттың барлығы ауыл іргесіндегі мына тоғайдың ішінде ұйымдастырылған. Жергілікті жұрт оны Семен қайын деп атайды. Неге екені белгісіз. Мына жерде концерт, мына жақта қазақ күресінен, қол күрестен және гір көтеруден жарыс өтіп жатыр. Жастарыма көп рахмат, аман болсын, отбасы бала шағасы, өте ырзамыз, бар жақсылықты тілеймін жастарыма. Жасыңыз нешеде, апа? 83-темін. 83-те? Бізге сіздің жасыңызды берсін, Алла. Аман болсын. Ауыл күніне келмей алған жерлестер бар ма? Бар. 77-лердің ұлдары. 78-лерден түгел емес. 78-ден түгел емес. Мереке құтты болсын, бәріне жақсылық тілейміз. Тек осылай кездесе берейік. Ал кластастар қайда? Өзге жұрттар айтады, біз Қаражарлықтарға қызығамыз дейді. Бірлігі мықты дейді. Да, біз бірлігіміз мықты. Оны қалай дәлелдеп жүрсіздер? Не осымен ғой міне, разве дәлел емес пе міне, дәлел ғой. Мысалы, бүткіл қыз-келіншектер жүрміз ғой міне. Мен Алматыдан келдім, осы ауылға келін болам, Желдібаев Қабылбек атаны Алла кешірсін енді атын айтып қойған. Сол кісінің келінімін, Қайраттың әйелімін. Сол Алматыдан осы әдейлеп осы тойға арнайы уақытымыздың бәрін шегеріп қойып, осында тойға келдік. Өте риза болып жатырмын. Халық өте көп жиналған екен. Осы мына ұйымдастырып жатқан есен азаматтарға рахметімді айтамын. Вытащил.
спорттың түр-түрінен бұл жерде жарыстар болып жатқаннан кейін Баянауыл ауданының бас спортшысы да осы жерде Зейнолла есімді азамат мінекей жанында. Қаражар ауылының тұрғындары жалпы қонақжайлылығымен елге, жалпы облысымызға, республикалық төңірегіне белгілі ғой. Қазіргі уақытта Қаражар ауылында өздеріңізге белгілі Мырзашоқы тау шаңғы кешенінің базасында қызмет көрсетіп отыр. Қарсы алдымызда енді? Дәл қарсы алдымызда бұл Мырзашоқы тау шаңғысында жалпы қашықтығы 1200 метрді құрайтын шаңғы алаңы бар. Сонымен қатар орындықты аспалы жол бар. Қысқы мезгілінде бұл жерге туристердің сүйікті орны ретінде таныла білді. Ендігі уақытта жаз мезгілінде де бұл жерде неліктен спорттың экстремалды түрлерін дамытпасқа, параплан, дельтапланмен ұшуда бұл жерде Совет үкіметі кезінен де дамыған спорт түрлерінің бірі болып танылады. Қаражарлықтар спорттың қай түрінен мықты? Қаражарлықтар жалпы қысқы спорт түрлерінен өте мықты. Жастары шаңғы сайыстарынан облысымызда, ауданымызда алдыңғы қатарларда көрініп жүр. Шамамен көз мөлшері қанша адам жиналды бүгін? Бүгін енді шамамен бір 400-дей болып қалар енді. 400 адам. Иә. Жастық шағымыз, балалық шағымыз бәрі қыз келіншектермен өткізді, алтыбақан текпен жерлеріміз бізге ыстық болады. Осы қыз келіншек дегеннен шығады, мына тоғайға жалғыз-жалғыздан кірген жастар кейін жұп болып шығады деген рас. Шығады ол рас. Мүмкін өзінде соны болып қаласың. Аман бол. Өркендерің өсе Қаражардың туған күніне, ауыл күніне Баянауылдың арқалақыны тілекте келіпті құттықтауға. Тілек өзінің тілегін айтып жүрсең. Ақынға арна өлең толғатқан жер, Қаражар арқадағы зор мақтан жер. Ауыл күнін тойлап дүркіретіп, керемет стелласын орнатқан жер. Күннен ыстық қарашы жанарлары, керемет тойды міне хабарлады. Алақандай ауыл боп көрінгенмен, Алатаудай бұл жердің адамдары. Мінекей ауыл күніне арналған мерекелік думаннан шығып, қайтар жолда Қаражардың ортасына қайта соқтық. Өздеріңіз көріп тұрғандай, ауылдың қақ ортасында әлем қалаларына бағыттар көрсетілген мына бағана орнатылған. Ауылдың жастары туған жерлеріне оны сыйға тартқан екен. Мінекей Баянауылға дейін тура алғанда 14 километр, Павлодарға 199. Бұл Google карта бойынша нақ-нақ белгіленген километрлер екен. Айтпақшы, Қаражар Павлодар мен Қарағанды қалаларының қақ ортасында орналасқан. Бұл да бір ауылдың өзгешелігі, ерекшелігі. Достар, араларыңызда осы Қаражардың тұрғындары бар болса, төмендегі подписация батырмасын басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған мен Рымбек Қабиден және видеограф Асхат Аманбеков. Амандықпен жүздескенше.